Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бар жоғы 15-20 минутта дайындалатын кремді макарон тауықпен жасауды көрсетемін. Қарапайым ғана өнімдерден жасалады. Бұл тағамның рецептісі осы видеоның астынан көре аласыздар. Ең алдымен пиязды видеодағыдай турап аламыз. Қазанға май құйып аламыз. Туралған пиязды қазанымызға салып қуырып аламыз. Енді біз тауықтың төс етін орташа көлемде турап аламыз. Тез пісуі үшін орташа көлем болғаны жақсы. Қуырылып жатқан пияздың үстіне туралған тауықты саламыз. Тауықты жақсылап қызарғанша қуыруымыз керек. Дәміне қарай тұз және қара бұрышты қосамыз. Басқа қазанға суымызды құйып, қайнатып аламыз. Барлығы жақсы қуырылғаннан кейін отты бәсеңдетіп, қазанның қақпағын жауып пісіреміз. Өзінің суы тартылса, онда біз аздап су құйып қайнатамыз. Екінші қазандағы суымыз қайнаса, үстіне бантик макаронын саламыз. Қайнаған соң отты бәсеңдетіп, дайын болғанша пісіреміз. Макарон піскен соң, суын төгіп, 1 стакан бөлек алып қаламыз. Дайын болған тауықтың үстіне сливке құйып араластырамыз жақсылап. Сливкиді құйғаннан кейін баяу отта 5 минуттай ұстаймыз. Соусқа макаронның 1 стакан суын қосып, дайын макаронды салып,
Бәрін бірге жақсылап араластырамыз. Макаронымызды салып болғаннан кейін жақсылап араластырып, отты өшіріп, 5 минутқа қалдырып қоямыз. Осымен біздің кремді макарон тауықпен дайын. Дәмі ресторандағыдай болады, ал дайындалуы өте жеңіл.